Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз гормондар арқылы гуморалды реттелу, эндокринді безінің қызметі және оларға қатысты аурулар. Бүгінгі тақырыптан бездердің түрлерін ажырата аласыңдар, бездердің негізгі қызметтерін түсіне аласыңдар, ішкі секреция бездерін атап, оларға қатысты ауру түрлерімен таныс боласыңдар. Бездер безде эпителий жасушаларынан тұратын мүшелер. Бездердің ішінде түзілетін заттарды секреция, ал бөлінетін заттарды секреция деп атайды. Бездер безде эпителий жасушаларынан түзілген секреттердің қайда бөлінетініне қарай 3 топқа бөлінеді. Олар сыртқы секреция бездері, ішкі секреция бездері және аралас бездер. Сыртқы секреция бездері бөліп шығарушы өзегі болады. Секреттерді мүшелерге немесе дененің сыртына бөледі. Сыртқы секреция бездеріне тер, жас, сілекей, сүт, бауыр бездері жатады. Ішкі секреция бездері сөл бөліп шығарушы өзегі болмайды, сондықтан ол тікелей қанға бөледі. Ішкі секреция бездеріне гипофиз, қалқанша безі, қалқанша маңы безі, айырша безі, эпифиз, бүйрек үсті безі жатады. Аралас бездер бір мезгілде қанға және өзектерге сөл бөледі. Аралас бездерге ұйқы және жыныс бездері жатады. Гормондар ішкі секреция бездерінен бөлінетін сұйықтық. Бұл органикалық қосылыс болып табылады. Гормондардың қызметі зат алмасу процесін реттейді, өсу мен дамуын реттейді. Организмдегі физиологиялық процестерді үдетеді. Ішкі секреция бездерінің қызметін реттейтін орталық аралық мидағы гипоталамус деп аталады. Гормондар ішкі секреция бездерін бөліп шығаратын ағза мүшелерінің қызметін өзгерте алатын биологиялық белсенді зат болып табылады. Ағзада гормондар және басқа да заттар арқылы реттелуі қан арқылы өтеді. Бұл реттелудің түрі гуморалды деп аталады. Ішкі секреция безі. Ішкі секреция безі бұл эпифиз, гипофиз, қалқанша безі, қалқанша маңы безі, айырша безі және бүйрек үсті безінен тұрады. Ішкі секреция бездері басқа ағзалар сияқты, басқа мүшелер сияқты ауруға шалдығуы мүмкін. Олардың қызметінің бұзылуын үлкен 2 топқа бөлуге болады. Ағзада гормондар мөлшерінен көп бөлінсе, гиперфункция деп аталады, ал мөлшерінен аз бөлінсе, гипофункция деп аталады. Гипофиз. Гипофиз негізгі ішкі секреция безі. Ол аралық мидың астыңғы жағында жіңішке өсінді арқылы бекиді. Үрме бұршақ тәрізді және ересек адамдарда 0,15-0,65 граммға жетеді. Бұл без 25 түрлі гормон бөледі. Оның гормондары ұйқы безінен басқа бүкіл ішкі секреция бездерінің қызметін атқарады. Гипофиздің соматотропин гормоны барлық ұлпа мен ағзаға әсер етіп отырады.